Қапшығай қалалық ауруханасының қасында тұрмыз. Кенжебек Әбішевке келдік. Өйткені Кенжебек осыдан 5 күн 6 күн бұрын аштық жариялаған болатын. Сол аштық жариялауына және ең соңғы талапты хатын жазып көпшілікке жіберуіне байланысты жағдайын білуге келгенбіз. Сөйтсек түннің ортасында жедел жәрдем шақырып, денсаулық жағдай қиын болғаннан кейін осында алып келіпті. Біз қазір дәрігермен сөйлестік. Дәрігер жүрек ауыру екен, ишемический болезнь сердца деген диагноз қойып отырғандарын қазіргі бірінші диагноздары. Соның жағдайын түсіндіріп айтты. Өміріне бәлендей қатты қауіп-қатері жоқ. Бұл аурудың шығу себебі түсінікті. Сондықтан енді оны жаңағы қазіргі өзінің денсаулық жағдайы, онымен қосымша жаңағы бүйрегі, басқа жерлерде ауыратын болу керек. Оның бәрін тексеруден өткіземіз, анализдерін аламыз, жүзеге саламыз, дұрыстап қараймыз, бар жағдайды жасаймыз деп отыр. Біз әрине дәрігерлерге сенеміз және үміт артамыз. Кенжебектің өмірі өте маңызды, өте керек, өз үшін, бала-шағалар үшін, қоғам үшін де керек. Сондықтан біз Кенжебекке ағалық ақылымызды, көпшіліктің өзін білетін, осы елім, жерім деп жүрген азамат деп сыйлайтын көпшіліктің атынан, жұртшылықтың атынан өтініш жасадық. Кенжебек, сен денсаулық жағдайыңды көріп тұрмыз, әбден азып кеткенсің. Мынандай жағдайда саған ары қарай аштық жалғастыруға болмайды. Онымен мәселе шешілмейді. Сен тіпті өміріңе қауіп төніп тұр. Сондықтан өміріңді сақтау үшін аштықты тоқтатқаныңды сұраймыз деген өтініш айттық. Ал енді қандай шешім қабылдайды, оны Кенжебектің өзі біледі. Кенжебек кеше жаңағы жазасын өтеп жатқан жеріндегі тиісті адамдармен, прокурорлармен, басқалармен кездесіп сөйлесіпті. Оларға өзінің талабын қойған, ашық айтқан. Мынау әділетсіз шешім, мен жаламен сотталып отырмын. Ана жаңағы жихадшылар дегенді ұйымдастырып ролик түсірген, біздегі жаңағы сотталуымызға себепкер болған, ешқандай біздің қатысымыз жоқ. Ана адамдарды біз тапты қатысы жөнін. Соларды тексеріңдер, анықтаңдар, оларды қылмыстық жазаға тартыңдар да бізді бостандыққа шығарыңдар деген талабын тағы да жеткізіп айтқан, өзінің хатында жазған. Егер ол талабым орындалмаса, мен осы аштықтан өліп кетсем де қайтпаймын. Осыған бел будым деген нәрсесін айтқан. Олар енді жақсы көреміз, 3-4 күнде жауабын айтамыз, мәселе дұрыс шешілетін шығар деген сияқты сөздерін айтып тарапты. Және ол мәселені, егер қандай шешім қабылдайсыңдар, оны Рысбек Сәрсенбай ағамыз бар, басқа мені қорғайтын комитеттің адамдары бар, қорғаушымыз бар, солар менен бірлесе отырып, сол жерде мәселені қалай шешілетіндігін айтыңдар, кепілдік беріңдер деген өтініш айтыпты. Енді ол өтінішін қалай қабылдайды белгісіз, бірақ Кенжебектің қазіргі жағдайы соншалықты бір нетуге болмайды. Жақсы деп айтуға, дұрыс деуге, қалыпты деуге, азып кеткен, арықтаған және қатты қалжыраған. Ол жаңағы жүректің ауруы бар, аштық жариялауы бар. Сондықтан Кенжебектің өмірін қалайда сақтап қалуымыз керек. Егер Құдай оның бетін арғысын, бір жағдай болатын болса, онда осыған кінәлі адамдар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері болады, ішкі істер департаментінің қызметкерлері болады, осы істі жүргізген, прокуратура, сот және мемлекетті басқарып отырған президент қазіргі Тоқаевтың мойнына артылады. Біз жауапкершілікті содан сұрайтын боламыз. Сондықтан ондай қауіп-қатердің алдын алу үшін Кенжебектің өмірін сақтап қалу керек. Оның өмірін сақтамай, не болса сол болсын деп опасыздықпен ары қарай итермелейтін болса, соған жеткізетін болса, онда ол адамдардың бұл дүниеде де, о дүниеде де ол қарғысқа ұшырайтыны анық. Біздің өтінішіміз биліктегілердің естерін жиыңдар, ақылға келіңдер. Әділетсіз, заңсыз жолмен соттадыңдар, енді босатыңдар, бостандыққа шығарыңдар. Алматыда да бостандыққа шығарыңдар, Кенжебекті де бостандыққа шығарыңдар, Әсетті де бостандыққа шығарыңдар. Я адвокат Жуаспаева Гульнара Галиевна вместе с Рысбек Сарсенбаем и Сүйіндік Камал
Алдабергеновым сегодня выехали в поселок Заречный, учреждение 155/14, и где узнали о том, что ночью нашего политзаключенного, народного поэта Кенжебека Абишева забрали на скорой помощи и увезли в Капшагайскую городскую больницу. Сегодня мы с 9 утра здесь находимся. Увидели через окно, что действительно он находится в больнице, у него был приступ вчера. Дело в том, что 6 дней назад он объявил голодовку в знак протеста того, что его незаконно осудили, а также у него более половины срока отбывшего, и он имеет право на замену неотбытой части наказания или либо на условно-досрочное освобождение. Капшагайский городской суд дважды его ходатайство удовлетворял, однако специализированный спецпрокурор вносит протест, и областной суд отменяет его освобождение. Мы хотим, чтобы все-таки освобождение Кенжебека Абишева было. Сейчас ему грозит в связи с его голодовкой, в связи с несправедливостью, у него очень тяжелое состояние здоровья. Вы, если кто наблюдал за этим делом, во время следствия суда неоднократно вызывали скорую помощь. Во время суда скорая помощь хотела его увезти сразу в больницу, так как состояние у него критическое. Однако, неизвестное лицо, поговорив с врачом скорой помощи, врачи скорой помощи отказались потом его госпитализации. Поэтому мы хотим, чтобы все-таки освобождение политзаключенного Абишева Кенжебека состоялось. Сейчас он продолжает свою голодовку и не намерен прекращать его. Его условия таковы, чтобы все-таки было справедливое расследование участников, которые создали это видео и подставили Кенжебека Абишева и Алмата Жумагулова. Он никакого отношения к этому видео не имеет. Несмотря на то, что наши органы имеют все возможности, они в течение 4 лет не могли раскрыть, установить этих молодых 3 людей, которые сняли и распространили видео о джихаде. Находясь в колонии через своих знакомых, он установил всех этих лиц, и об этом он обращался во все вышестоящие инстанции, начиная от президента, указывая все анкетные данные этих лиц, домашние адреса, телефоны. Однако до сих пор следствие в отношении этих неустановленных лиц не возобновлено и справедливость не восстановлена. Конечно, все эти факты способствует тому, что на нервной почве у него ишемическая болезнь сердца. Его состояние очень тяжелое. Я хочу, чтобы все-таки было справедливое расследование, и Кенжебека Абишева освободили, заменили, либо отправили на условно-досрочное освобождение. Он являлся единственным кормильцем семьи. Его супруга Гульмира Абишева страдает онкоболезнью и прошла 6 курсов химиотерапии. 2 малолетних детей школьного возраста. Семья нищенствует, бедствует. Он живет в частном доме, и они еще помогают ему с передачами. Конечно, я еще хочу, чтобы помогли материально его семье. Я потом помещу карточку Гульмиры Абишевой. Ранее помещенная карточка, оказывается, каким-то образом была заблокирована. Я думаю, что здесь тоже именно сделано умышленно это. Поэтому я хочу, чтобы все-таки политзаключенному Кенжебеку Абишеву освободили. Все.